Қайырлы күн такси лайбраридің көрермендері. Біздің кітапханалық таксиміз бүгін қаламыздағы ең көлемді көшелердің бірі Шәкәрім даңғылына келіп тоқтады. Себебі бүгін ұлтымыздың ұлы тұлғасы, әдебиетімізге мәңгілік мұра қалдырған Шәкәрім Құдайбердіұлының туған күні. Шәкәрім бабамыз сәулелі ғұмырында басына түскен тауқыметке мойынсынбай, білім іздеп ұрпаққа өнеге болар өлеңдерін қалдырған ақын, ойшыл, ағартушы, аудармашы. Алаш ұлт-азаттық қозғалысына қаламын қарумен қатысып, сол кездегі халықшыл басылымдарға жарияланған мақалалары мен өлеңдері арқылы өзекті мәселелерге үн қосқан қайраткер. Қараңғылықтың пердесі әлі де түрілмей тұрған сол заманның өзінде орыс жазушысы Лев Толстойға терең мағыналы сұрақтар қойған. Ол сауалдарына орыс классигі аса мағыналы жауаптар жолдағанның өзі бабамыздың білімдар қасиетін көрсетеді. Хакім Абайдың арманын орындап, Меккеге барған сапарында Стамбул кітапханасында және Египеттегі атақты Александрия кітапханасында болып, тынбай ғылым білім ізденуі бүгінгі ұрпақ біз үшін еді. Олай болса, құрметті достар, біз Шәкәрім көшесін саяхаттай жүріп, ақынның ғылымсыз адам айуан өлеңін оқып беретін боламыз. Ғылымсыз адам айуан. Ақылға ерік ой керек, матаудан ойды азат қыл. Әдеттеніп ертерек, өрісін кеңейт жылма-жыл. Дұрыс деме құройлап, ақылға сынат, сабыр қыл. Жығылмайтын дәлел тап, бірезу болма өзімшіл. Бақ, мансапқа сыйынып, болма боран, жел дауыл. Аса сәнді киініп, қуыршақ болма сәкәкүл. Дұшпанға да бол әділ, түсірме ойға татпен ніл. Ұмытпа болсаң біздің ұл, осы өлеңді құлақ қыл. Құрметті оқырман, сіз де уақытыңызды тиімді пайдалана отырып кітапханамызға келіп, Шәкәрім бабамыздың кітаптарымен таныс болыңыз.